Оқушылар, енді біз толымсыз квадрат теңдеулердің тағы бір түрімен танысайық. Бұл біз алдыңғы сабағымызда мына түрдегі теңдеулерді шешкен болатынбыз, яғни екінші коэффициенті нөлге тең емес, бос мүшесі нөлге тең болған жағдайда, ол кезде біз көбейткіштерге жіктеу арқылы шештік, және екі коэффициенті де, яғни екінші коэффициент b және бос мүшесі де нөлге тең болған жағдайда мысалдарын қарастырып кеттік. Енді қазір біз мына түрдегі теңдеулерді шешуді үйренейік. Бірінші мысал. 25х квадраты азайтылған 4 тең болады 0. Яғни бұл жерде екінші коэффициент нөлге тең. Осы теңдеуді шешу үшін алдымен х-тің квадратын тауып алайық. 25х-тің квадраты тең болады 4-ке, және х-тің квадраты тең болады 4 бөлінген 25-ке. Бұдан x1 және x2-ні табатын болсақ, қандай санның квадраты 4 бөлу 25-ке тең деген сұрақ қоямыз ғой өзімізге. Қай санды квадраттасақ, яғни 5-тен 2-ні квадраттасақ, және минус 5-тен 2-нің де квадраты 25-тен 4-ке тең. Сол себептен бұл теңдеудің түбірі плюс-минус 5-тен 2 болады екен. Енді екінші мысалды қарастырайық. Айталық, 16х-тің квадраты қосылған 9 тең болады 0 түріндегі теңдеу болсын. Тағы да х-тің квадратын табайық. 16х-тің квадраты тең болады минус 9-ға, және х-тің квадраты тең болады минус 9 бөлінген 16-ға. Алдыңғы есептегідей енді тағы да ойланамыз, қандай санның квадраты минус 16-тан 9-ға тең. Біз білеміз, оң санның да, теріс санның да жұп дәрежесі оң сан болатындығын, яғни ешбір санды өз-өзіне көбейткен кезде теріс сан шықпайды. Олай болса, бұл теңдеудің түбірі жоқ. Жауабы сонда шешімі жоқ дейміз. Тағы да бір есеп қарастырайық. Үшінші мысал болсын. 3х-тің квадраты, айталық, 3х-тің квадраты азайтылған 17 тең болады 0. Х-тің квадратын тауып алайық. Х-тің квадраты тең 17 бөлінген 3-ке. Бұдан х-ті табатын болсақ, қандай санның квадраты 17 бөлінген 3-ке тең? Яғни плюс, минус, бұл түбір астында 17 бөлінген 3. Түбір астында 17 бөлінген 3 деген санды квадраттасақ, 17 бөлінген 3 шығады екен. Және минус түбір астында 17 бөлінген 3-тің квадраты да 17 бөлінген 3-ке тең болады. Бұл толымсыз квадрат теңдеулердің тағы да бір түрі осылай шығарылады екен. Енді оқушылар осы теңдеулердің шешу жолдарын жақсылап түсініп болғаннан кейін, оқулықтағы осыған ұқсас есептерді өздерің шығарып көріңдер.